өмірдегі ең үлкен ақмақтық мен кешіруім керек деген ақмақтық болып табылады. Өйткені қазір жалпы Инстаграмды ашып қалсаң, сен кешіруің керек, жақсы адам болуың керек деген пікірлер өте көп. Маған бір әйел келді, ол айтады, мені кішкентай кезімде туысқан ағам изнасиловать еткен. Мен қалай кешіруім керек? Мен осы 5 жыл болды. Бармаған проработкам жоқ, не істерімді білмеймін, кешіруім керек деп маған келді, жылап тұр ана әйел. Сол кезде мен оған айттым, жаным, сол кешірме. Кешірме. Сен өзіңнің өкпелеуге, жындануыңа, ол адамға ашулануыңа рұқсат ет. Өйткені сен осы эмоцияларды өміріңде бір адам саған жүйкеңді жұқартқанда, өміріңде саған жаныңа жара салған кезде, сен ол эмоцияларды ашулану, бүкіл этаптарынан жындану, оны жек көру этаптарынан өтпейінше, сен ар жақтағы кешірудің дәмін тата алмайсың. Ол соңынан келетін сезім, ең соңынан, когда сен эмоциялардың бәрін еңсере алдың, өте алғаннан кейін, сол эмоциялардан қорықпай проживать ете алғаннан кейін барып қана кешіру келеді. Сондықтан сен өзіңнің жаныңды қинап кешіру деген сөз, ол просто иллюзия, ол өзіңді алдау болып табылады. Яғни, мен кешірдім, мен жақсы адаммын. Өйткені біз бәріміз елдің бәріне жақсы адам болып көрінгіміз келеді, кешіргіш адам болып көрінгіміз келеді. Ал өзіміздің ішімізде болып жатқан алай-дүлей процестерге қарамаймыз. Өйткені бізге елдің алдындағы авторитетіміз намного важнее, чем ішімізде болып жатқан сезімдерден гөрі. Сондықтан кешіргің келмесе кешірме. Сол кезде ғана сен өткен шақты артқа жібере аласың.